Гриб адам көрсеңдер, 4 метрден ары жүр демесеңдер, бәлі, на гриб жаман. Өлтірейін деп жатыр ғой, не система көмектеспейді, не дәрілер көмектеспейді. Қинап жатыр просто адамды. Страшный гриб екен, на гриб. Келдік, құдай қаласа. Бүгінгі подарктер. Сыйлықтардың енді қымбат болуы маңызды емес, бірақ үлкенірек болса, мысалы 5000 теңге кішкентай зат алуға болады, 5000 теңге сәл үлкен зат алуға болады деген секілді. Сол үлкен заттар әдемі көрінеді. 500 теңгелік тауық деп менсінбей жатқандар бар екен. Мынау мысалға бір тауық нағаш. 500 теңгелік, мына ет 500 теңгелік та. Қалай нормально. Главное, как его приготовить. В собственном соку. Мехрі білән. Нам приятного аппетита, нағаш. Вам без обид. Достар, осындай Шымкентті әсемдеп тұрған Шымкенттің ең әдемі жеріне келдік. Осындай керемет мешіт салынған екен. Көптен бері көріп жүргем негізі. Жақында кеп қаламау деген ниетте жүрем, шынымен ниетім орындалып жақсы болады. Күшті? Шымкент, Дубай айтып отырмын ғой сендерге. Айтсам сенбейсіңдер, Шымкент қатар Шымкент. Мына біздің гидіміз мына кісіміз. Қалайсың? Шынымен әдемі. Шынымен Шымкенттің ең әсем жері екен мынау. Ең ұнаған жері осы болды ше, бағанан бері жүріп қой, қарап жатыр деген сияқты. Ең ұнаған жері шынымен де Шымкенттің мақтанатындай жері мешіт осы екен. Мешітке алып келдім. Мешітке. Мәшіне мойкада қазір, сосын мойкадан шығатта бірден ресторанға кіретін болады. Айсерин мейрамханасы. Қараңыздар, қандай әдемі ресторан, е? Ішін айтсаңыздар, әдемі. Үйленсем тойымды өшері жасаймын. Керемет ресторан. Ішінде жастардың суреті ілініп тұр. Чотка. Достар, барлықтарыңызға қайырлы кеш, қалайсыздар? Кешкі ас уақыты келді. Мен қазір Қара Шаңыраққа келдім, әке шешем үй жағына. Бұл жақта бізде бала-шаға көп, ағамның 4 баласы бар, өзім балам бар. Қазіргі кешкі ас уақыты табылып қалды. Сол себепті мен қазір бала-шағаға арнайы Аказакиден тапсырыс берген болатынмын. Мына жерде пиццамыз бар, мына жерде тола тамақ, фри бар, чикен бар, роллы бар, суши бар, және обязательно бұның барлығы коламен ішілу керек. Қазір ашам, бірге көреміз.